Осындай фуникулерға отырып отырмыз. Бағасы 1 манат 300 теңге. 280 300 теңге. Тбилисиде де бар бұндай фуникулер. Так, кешегі Дениз молдан шыққан кезде фуникулер бар. Сол фуникулерға отырасыздар 1 манатқа. И мына жақтан шығасыздар. Айтқан башня пламени 3 ғимарат, 3-і оттың белгісі. Газ бен мұнайдың жері болғасын осындай стилде салған. Түнде жанат бұл. И мына бер жағында мешіт тұр. Сехетлик Ками мешіт. Сейчас. И осылай суға қарай жүрсеңіздер, осындай парк ашылады. Жалпы серуендеп, қаланың ішін аралайтын жерлер көп екен. Қазір мына паркке башня жаққа да баруға болады, бірақ соған сияқты. Колесоға движение отырып көргеннен кейін. Қазір мына жаққа түсіп қаланың видін көрем. Ана жақтағы мешітке кіріп шығу керек. Мына жерде Әзербайжанның туы, мына жерде шахидтарға арналған ескерткіш саябақ. Шахидтардың саябағы Әзербайжан Республикасының президенті Ильхам Алиев 2007 жылы ениден деп тұр. Жаңадан деген сөз шығар, жаңадан құрды деген сияқты. Ішіне кіріп аралаймыз. Түрік шахидтары дейді. Қайтыс болған кісілердің есімдері 1300 жылдан бері жазылған нәрселер. Мына жақта Әзербайжанның шахидтары қойып. Барлығы түріктер деген. Бұл түріктер мен әзербайжандардың достығын білдіретін, соларға құрмет ретінде салынған парк болу керек онда. Әзербайжан мен Түркияның міне тулары қатар тұр. Баку түрік шахидлігі. Бұл 25
Майыш 17 Kasım 1918 tarihleri arasında Çereydan neden Kafkaz жерінде дейді. Nuri Paşa Türk Kafkaz жасақтары соғыс кезіндегі қайтыс болғандарға 1918 жылы тарихтағы Бакуге Қарабақ пен Дағыстан кезіндегі соғыстардың несі ғой деймін. 1999 жылы құрылған монумент екен. Ашта екі елдің туы. Ар жақта бір ескерткіштер көрейік. Ар жақта индус браттар жүр толып. Қайда барсаң индустар жүрді ғой. Ази Асланов дейді, Кеңес одағының екі дүркін қаһарманы, екі мәрте. Бұл кісіге де монумент қойған екен. Бұл жалпы шахид деген соғыста қайтыс болған, ел үшін, жер үшін қайтыс болған тұлғаларға арналған осындай парк қой. Бұл кісілердің бәрі 90 жылы қайтыс болған екен. 90 жылы 1 қаңтарда. Енді 90 жылы 1 қаңтарда не болғанын білейін десем, менде интернет өшіп тұр. Қазір Wi-Fi бар жерге барып қарау керек болып тұр. Енді бұл кісілер Әзербайжан негізі Қарабаққа біраз соғысты. Қарабақ үшін, яғни Армениямен сол кезде қайтыс болды ма екен бұл кісілер. Біраз адам қайтыс болған екен. Өшім Әзербайжан үшін қайтыс болған адамдардың барлығы осындай жер арнаған екен. Зон өт. Мына жақта мәңгілік алау. Мәңгілік алаудан былай қарай келсеңіздер, осындай вид ашылады қалаға. Кешегі колесо обозрения, жағажай бәрі көрініп тұр. Сәл тұманда болып тұр бүгін. Так более-менее көрінеді. Жаңағы шахидтар аллеясынан шығасыздар, мынау башня пламеніден бұрылып, осындай Сити парк, водопадтар, сарқырамалар саябағы ашылады, көрініс. Және мына жерде министрлер кабинеті деген жер бар. Ғимарат. Әдемі жасап қойған тоже. Осындай қала. Жаңағы парк водопадтан былай түсесіздер, нашта қауіпсіздік қызметі дейді. Мына жерде Ниязи деген парк бар екен, Ниязи көшесі. Бұл кісі Ниязи деген дирижер, музыкант болыпты. Осындай парк бар тағы да. Біз былай қарай өтеміз. Ичери шәһер станциясы. Қазір Баку метросынан ары қарай аралайтын боламыз. Kapılar bağlanır. Nöbet istasyası sahip. Doors are closing. The next station is Sahil. Кенжіліктен шығамыз, метродан, сосын мына жақта торговый центр, фастфудтар
И біздің келген жеріміз бұл Тофик Бахрамов атындағы республикалық стадион. Жақта базар бар екен. Стадионға барамыз. Ішіне кіре алмаймыз енді, жабық, бірақ Европа лигасының финалы осы жақта өткен. Арсенал мен Челси ойнаған. Қазақстан құрамасының да біраз ойындары осы жақта өткізеді. Әзербайжанмен ойнайтын матчтар. Чемпионат Европаның біраз ойындар өткен. Швеч дейді. Швециямен болатын ойын ғой деймін, бесі күні. Әзербайжанды қолдауға кел. Әзербайжан сапарындағы соңғы туристік объектіміз бұл Гейдар Алиевтің музейі. Әзербайжанның алғашқы президентіне арналған музей. Ар жақта автобустар видті жауып тұр, жақынырақ барып көрсететін боламыз. Оның алдында осындай жақсы саябақ. I love Baku деген жазу мынау музейдің өзі. Алды үлкен саябақ. Осы жерде бір отырып демалу керек. Іші музей ғой, жаңағы Гейдар Алиевтің өмірбаяны деген сияқты. Ішіне кірмейміз. Музейдің алдына осындай әдемі көз жасап қойған екен. Дизайн жағынан қалмайды екен. Мына жақта Ридс Карлтон. Комплекс жақыннан қарағанда шетінен осындай сарқырама сияқты істеп қойған. Жалпы өте үлкен территория. Сарқырама сияқты. Өте үлкен жерде болып жатыр. Біздің тілмен айтқанда тұңғыш президентке арналған музей ғой. Митингке басында Кеңес одағы араласпаған, ешқандай полицейскіларға да ешқандай үкім бермеген, рұқсат араласыңдар деген сияқты. Халық үшін өз-өзімен қырылып жатқан ғой мына жерде 1990 жылы. Сөйтіп, прям уже басқару мүмкін емес болып кеткен кезде Кеңес одағы өзінің әскерімен келген, сөйтіп екі жақ соғысқан. Сөйтіп митинг барысында жаңағы Әзербайжан Кеңес одағының құрамынан шығамыз деген сияқты 90 жылдар сондай ұрандар айтылған. Жалпы бұл тәуелсіздік үшін де митинг деген айтылған. Бірақ Кеңес одағы Әзербайжанды шығармаймыз біздің құрамынан деп. Мысалы Алматыда енді 86 жылы желтоқсан оқиғасы болды. Сол сияқты бұл жақта да келіс болған одаққа қарсы. Сөйтіп сол кезде қайтыс болған кісілер екен, жаңа 90 жылы шахид болған. Мен болжамдадым, Қарабақпен байланысы бар ау деп. Примерно келіп тұр. Вот осы. Және де бір қосып кетері метро бойынша. Метро 1967 жылы ашылған екен бұл жақта.
кеңес одағындағы 5-ші метро екен. Тбилисиден кейін Тбилиси 4-ші, мынау 5-ші метро болып шыққан. Қазіргі уақытта 27 станциясы, 3 линиясы бар. Сол үшін ескілеу метроны көрсеттім сіздерге. Қазір енді осы жерден уже кеш батты, күн түсті. Мен қазір бір кофейняға барып кішкене 1-2 сағаттай отыра тұрам. Жұмыс істеп, сообщенияларды жазып, реттеп, и ары қарай сағат 10-ға таман аэропортқа жол тартамын. Аэропорттан бір видео болады, сонымен Бакудың 2 күндік трип өз мәресіне жетеді. Әзірге мына закатты қараңыздар. Осындай супер современный 5 жұлдызды Кейдар Алиев аэропортына келдім. Қазір менде 1 сағаттан кейін бөліп. Осымен Баку сапары аяқталды. 2 күн өте қызық болды. Баку өзінің бір мағынасы, бір колориті бар қала екен. Заманауи технологиялармен, заманауи парктермен, ғимараттармен таң қалдырды. Қайта келетініміз болашақта міндетті түрде.